Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Азия елдері. Азия елдері Еуразия материгінің Азия дүние бөлігінде орналасқан. Елдердің жер көлемі әркелкі болып келеді. Жерінің басым көпшілігі таулар мен жазықтықтар алып жатыр. Азия дүние бөлігінде Ресей, Қытай, Үндістан, Қазақстан және Сауд Арабия сияқты әлемдегі ең үлкен елдер осы құрлықтың құрамына кіреді. Азиядағы ежелгі мемлекеттер негізінен ірі өзендер аңғарында қалыптасты. Адамзат тарихындағы 4 ұлы өзендік өркениеттің үшеуі Азияда пайда болып, шарықтау шегіне жетті. Ежелгі Азия мемлекеттерінде шаруашылықтың жергілікті табиғат жағдайларынша мейлінше басым бейімделген. Осыдан 4000 жылдай бұрын Тигр және Ефрат өзендерінің аралығында адамзат тарихындағы алғашқы қалалар пайда болды. Ғалымдардың болжауынша, осындағы аса ірі Вавилон қаласында біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырдың өзінде 1 миллионға жуық адам тұрған. Азияның халқына келетін болсақ, қазіргі кезде Азия аймағында 4,5 миллиардқа жуық адамдар тұрады, яғни жер шарының 60% құрайды. Себебі Азия аймағында жер шарындағы халқы ең көп 2 мемлекет орналасқан. Ол Қытай және Үндістан мемлекеттері. Табиғаты мен шаруашылығының сипатына қарай Азия бірнеше ірі аймақтарға бөлінеді. Оңтүстік-батыс Азия, Оңтүстік Азия, орталық және шығыс Азия, оңтүстік-шығыс Азия елдері. Оңтүстік-батыс Азия елдері Еуропа, Азия, Африка дүние бөліктерінің тоғысқан жерінде орналасқан ерекше аймақ. Оңтүстік-батыс Азия елдері Кіші Азия, Арабия түбектері мен Иран таулы қыратын алып жатыр. Құрамына Түркия, Кипр, Иран, Ирак, Ауғанстан, Біріккен Араб Әмірліктері, Йемен, Оман, Катар кіреді. Бұл аймақты таяу шығыс елдері деп те атайды. Оңтүстік-батыс Азия елдерінде мұнай мен газ кен орындары өте бар. Оңтүстік Азия. Оңтүстік Азия елдеріне келесі мемлекеттер кіреді: Үндістан, Пәкістан, Бангладеш, Бутан, Непал, Шри-Ланка. Кейде Ауғанстан мен Иран мемлекеттерінде қосады. Оңтүстік Азияның саяси географиялық ерекшелігі: бұл елдер Британ империясының құрамында болған. Үнді-еуропалық тіл семьясының тілдері көп таралған. Индуизм, буддизм және ислам діндерін ұстанады. Оңтүстік Азиядағы Непал мемлекетінде жер шарындағы ең биік тау Гималай орналасқан. Оңтүстік-шығыс Азия елдері Үнді-Қытай түбегі және аралдық мемлекеттер кіреді. Оңтүстік-шығыс Азия елдерінде әлемдегі ең таза қала Сингапур орналасқан. Орталық Азия Азияның ішкі аумағында орналасқан табиғат аймағы. Оның батысы мен солтүстік батысында ТМД елдері Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, солтүстігінде Монғолия, Қытайдың солтүстік-батыс бөлігінде орналасқан. Оңтүстік батысы мен оңтүстік Ауғанстан, Пәкістан, Үндістанның солтүстік бөліктері, орталығы мен шығысын Қытай алып жатыр. Орталық Азияда дүние жүзіндегі жер көлемі ең үлкен Ресей мемлекеті орналасқан. Шығыс Азия елдеріне күншығыс елдері жатады. Атап айтатын болсақ, Қытай, Монғолия, Жапония, Корея елдері жатады. Шығыс Азия елдерінде халық саны ең көп. Нақты айтатын болсақ, 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы тұратын Қытай елі орналасқан. Сонымен қатар дамыған үздік жетілік мемлекеттердің құрамына жататын, электрондық құрылғылар жақсы дамыған, бір ғана ұлттан тұратын Жапония елі де осы Шығыс Азия елінде орналасқан. Жоғарыда атап айтқандай, Азия елдерінде халық саны ең көп 6 ел орналасқан. Табиғат жағдайлары мен ресурстарына қысқаша шолу жасайтын болсақ, Азия дүние бөлігінде жер шарындағы ең биік нүкте Эверест шыңы орналасқан. Бұл шыңның биіктігі 8848 метр. Азия дүние бөлігінің орташа биіктігі 950 метр. Яғни Антарктида материгінен кейінгі екінші орындалады екен.
себебі жердің басым көпшілігін таулар мен тау үстірттері алып жатыр. Табиғат ресурстарына шолу жасайтын болсақ, бұнда тас көмірдің ірі кен орындары бар. Азияда дүниежүзілік мұнайдың жартысынан астамы шоғырланған. Темір кені де таулы қыратты аймақта орналасқан. Міне, Азия елдері туралы қысқаша мәліметтер берілді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.